Оқырмандарымызға біздің кітапхана қорымыздағы Қайрат Жолдыбайұлының Кемел адам кітабын ұсынатын едім, себебі ол кітап маған өте ерекше ұнайды. Жас буынға ұсынарым өте әсерлі ой салатын кітаптардың бірі Майкл Ньютонның «Путешествие души» кітабын ұсынар едім. Молодому поколению я рекомендую присоединиться к нашему книжному клубу, в котором мы обсуждаем от классики и до хоррор. Жалпы барша оқырман қауымға ұсынатын кітаптарымның бірі Сәуле Досжанның «Қасірет пен тағдыр» кітабы. Бұл кітапты жалпы өзім бір күнде оқып шықтым. Семей полигонының қасіретті оқиғасы туралы керемет баяндалған. Баршаларыңызға оқуға кеңес беремін. Психологиялық және мотивациялық кітаптарды кеңес беремін. Бақытты өмір сүрудің нұсқаулығы ретінде Луиза Хейдің «Әйел даналығы» кітабын оқуды кеңес беремін. Менің оқырмандарға ұсынатын шығармам жазушы Бексұлтан Нұржекеевті танымал еткен туындыларының бірі «Бір өкініш, бір үміт» романы. Бұл шығарма адам тағдыры мен өмірдің ащы шындықтарын суреттейтін психологиялық шығарма болып табылады.